Endi екі белгілі ақын мықты ақын айтысқа түседі. Бұлар биылғы жылғы жастардың мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты жүйрік ақын Дәулеткерей Кәдіұлы Астана. Дәулеткереймен айтысатын Ақмола облысы Көкшетау қаласының атақты ақыны Арман Бердалин. Ақынның бәрін көрді, көңілін енді мендей жасқа бұрсын. Мен шықтым Дәулеткерей ағамменен, бұл айтыс өте шығар қасқағымшын. Көрейін бір айтысып сеніменде, тәуекел көз шықпаса бас жарылсын ай. Жұртыма жұпар шашып жалғыз жүрмен, тіліммен табиғаттан жәудір дүзгім. Тәңірге тәубаңды айтқан қазақ едің, жүрсеңде қанды қасап қарғын дізбен. Батыр елдің қорғаны ақынары, сапарлас болдың талай сан жұлдызбен. Сан ғасыр азаттықтың ақ жолында, халқысын аямады тағдыры бізден. Өз есімін ұранға айналдырып, ел үшін жау шебіне жалғыз кірген. Ер бабалар рухы емес педі, қазақтың тамырында қан жүргізген. Аталардың аруағы деп білемін, желтоқсанда кеудеңе жан кіргізген. Баба тойы құт болсын баршаңызға, керемет ататұғын таң ділгізген. Райымбек деп кеп қалдық Астанадан, ұлтыма ұран тастап балғын жүзбен. Айтыстың теңізінде сүйінбаймен, Құлманбет жанақ түбек жамбыл жүзген. Сол бабалар рухы жар болса екен, атағы
Алтайдай тең зәулім құзбен. Ей, армысың батыр дулығалы, батыр қазақ найзасының ұшына жау мінгізген. Ей, тойына келіп жеткен қас батырдың Арманжан сенде бірі жақсы ақынның. Көкшеде ауызданған көкжал құсап, айтыста талайлардан таспа тілдің. Сау келіп сау қайтпаған деп айтасың. Келмейді оған денді бас қатырғым. Қауымға қалжың айтып қалжырамай, барында ақ сөйлейік баста қылдың. Ей, ұлы тойда жырларсың шын ерлікті, парасатын танытып патша тілдің. Қазақтың қандай байтақ далалары, ап берген ұрпағына балалары, бабалары. Аңсау мен азаттықты олар өткен, жандарының жазылмай жаралары. Қолға келген азаттық арқасында, қазақтың топ жаруда даралары. Елім деп ер үстінде елеңдеген, батырлардың берілді бағалары. Тәуелсіздік арқасы деп білемін, біріксе ағайынның аралары. Ағайын бірлік деген осы болар, жиылса алталаштың даналары. 300-ге толған батыр тойына бол, 300-дің басын қосты балалары. Қосылып қайғымызға тағы қайғы, ойласаң бәрі уайым, бәрі қайғы. Жеті түнде адасқан жастарыңыз, тап алмас жарық жұлдыз жарық айды. Батыстың киносы мен ауызданған, жастарың сезінбей жүр жағдайды. Батырлар жырын мүлдем оқымаса, қайдан білсін Райымбек Абылайды. Олар үшін Ван Дам мен Терминатор жадынан өшпей мәңгі жалындайды. Олар үшін Джеки Чан жекпе-жекте жеңетіндей Қарасай Ағыбайды. Осындай шала ұрпақ өсіп келіп, өзінің түп тамырын танымайды. Жастарың иттің күйін кешіп жүр ғой, ішіне жақтырмаған сарымайды. Тұлпарың тұрған кезде тағалаулы, ар көрме ақылдыны ағалауды. Қара қазан сарбала қамын жеген, ұлықтауың ұлағат бабаларды. Алтын басын аталар бәске тігіп, танытқан қас дұшпанға шамаларды. Көрген ғой жортуыл мен аламанды. Ал бүгін біздер айтқан өлең жырмен тәрбиелей алсақ па балаларды. Ұлт әнін айтып өлсін ақыретте, ұрпағың боп кетпесе қарағанды. Тәуелсіз Қазақстан тәубаңа кел, назары бар әлемнің саған ауды. Алла жазса ақиқат айдындағы, ақ кемеге
Алыс ақ кемеге алыс емес жағалауды. Тәңіраққа бастасын жолымызды, аңыратпа ақжаулықтан аларды. Елім-ай деп зарлатпа енделімді, қара тауға шөгіртіп қаранарды. Ей, берекесіз болмелім 5 күндікте, жоңғарлардан жер аты ғана қалды. Ей, алмалы ару қалам сымбатты бой, айтыстың теңізінде тулаттым ой. Қонайыпты тұлға деп айтқызбаған, кесір күндер келмеске шымбатты ғой. Қылышынан қан тамған қызыл үкімет, адымыңды аштырмай шырмапты ғой. Сондай сойқан заманда Мұқағали бабалардың құлағын шулатты ғой. Райымбек деп ұрандап дастан жазып, ұрпағына бабының тыңдатты ғой. Қасқайғырдың баласы қасқа туса, Мәскеуден қорқып сонда қылмақ бүрей. Қазақтың қасиетті даласына доңызбенен шошқаны бір бақты ғой. Әулиені әспеттеген ұлақынға саясат Ленинді де жырлатты ғой. Ата қазақ аруағын аманаттап, келешектің намысын шыңдапты ғой. Мұқаңның тұлпар жыры бабындәлі, Хангелдінің күреңіндей күн қақты ғой. Ей, туған жердің батыр мен ақын үшін бір уыс топырағы қымбатты ғой. Ей, осылай елім десе жиі келсем, түзерсің домбыраңның тиегінсең. Алмалы әсем бақта ару қала, Райымбек жатқан өлке кие білсең. Ей, бабалардай тарихта атың қалар, отаныңда дәл сондай сүйе білсең. Жырыңнан өсірлеген жауын қайда, бойыңдағы бір кезде дауыл қайда. Ағасы мүлдем күлмей отырасың, жағдайың ал енді ауырлайма. Ауру адам күлмейді деушет қазақ, осы сенің бір жерің ауырмай ма? Тілеген тілге қуат, жанға төзім, ел отыр бізге сүзіп залдан көзін. Сен Астана болған мен Көкшетау, қаймықтысын ал енді таңда өзің. Екеуі де Ақмола облысы, айтқаны болса егер жалған сөзім. Екеумізге айтысу қиын боптыр, қарғаның шұқымайды қарға көзің. Мен сенің облысыңның орталығы, маған қарсы айтатын барма сөзің. Келеді ініменді жайнап түсің, тұғырға отырмайды байлап құсын. Дауылымды сұрайсың жауынымды, саған батып кетпесінде қайрақ тісім. Бір жерің ауырмай ма деп сұрайсың, сөзімнің астарын сен жайлап түсін.
Немене Райымбектің бұл тойында күлдіріп клоун қып қоймақпысың? Жұртымның жырлап жатсаң келешегін, жырыңмен өтебелдің берешегін. Сен Ақмола болғанда мен Астана, желкенімді өзіңмен теңесемін. Қайсымыз мықтымыз деп сұрап жатсың. Сен қандай мықтылықтың өреседің, өзіме өзім баға беретіндей. Сен айтқандай ауру емес едім. Астана бар қазақтың астанасы, сондықтан Ақмола мықты демес едім. Мақтадым Дәулет аға астанаңды, бастаған болашаққа бас қаламды. Астана отанымның алтын тәжі, тәж қисайса тіршілік тас қараңғы. Заманда осы жерден басталады, сол жерден алып жүрсің рас бағаңды. Ордасына ендің ғой от алып шық, ошағынан әйтпесе қаспағаңды. Рахмет. Бер жағында отырған Арман Бердалин, Көкшетау. Қазылар. 8, 9, 9. Өткірей Кәбілі ар жағында отырған 9, бірыңғай 9.